Сұлу төр, бірінші бөлім. Сұлу төрдің бөктерінде жатқан Қызылту селосы шілде айының сарша тамыз осы бір күні екі оқиғаның куәсі болды. Үш қана көшесі бар, бас-аяғы тай шаптырымға жетпейтін шағын селоның тұрғындары ертеңгісін Қазанбаев дүние салыпты деген хабарды естіп елең етісті. Сол күні түс ауа Шақаңның армиядағы баласы оралыпты деген хабарда үйді-үйге жүгірген. Түс ауа үркердей шағын топ Қазанбаевтың құрым киізге ораған денесін есек арбаға салып, селоның шығыс жағындағы қалың молаға беттегенде, батыс жақтан қара жолдың шаңын көтеріп, құйындата селоға кірген машина ортаңғы көшенің етегіндегі Шақа қарттың дарбазасына тұмсығын тірей тоқтады. Сол шақта селоның әр тұсынан үлкенді-кішілі адамдар шұбатыла Шақа қарттың үйіне беттегенді. Олардың жүз жанарларында шуақ көңілдің шапағы тұрды. Шақа қарт осы ауылдың қадірменді ақсақалы. Сонау батыста соғыс өрті ду ете түскенде екі ұлын майданға аттандырғанды. Әр үйдің төбесіне қайғы бұлтын қондырып, әр көңілдің отын су сепкендей сөндірген, үмітін үзіп, ажарын әжіммен сызған қара қағаз бұл үйге де келмей қойған жоқ. Үлкен ұлы Сталинград түбіндегі шайқаста қаза тапты. Қарт та болса, қайраты бойынан таймаған Шақа мұнан соң қатты запа шекті. Бірер жыл төсек тартып жатып қалды. Бірақ үлкен ұлынан қалған кішкентай немересі Саятбек апыл-тапыл жүгіріп алданыш болғанда, қарттың суалған тамырларына қайтадан қан жүгіргендей еді. Оның үстіне ағайын туыстары да, жақын жұрағаты да, тіпті ауылға сырттан келген бағзы біреулер де қарттың қам көңілін сейілтіп, жүрек жарасына дәру болуға тырысты. Жиі келіп, көңілінде сұрады, қолдан келген жәрдемінде аямады. Бір кезде жетім-жесірге, жарлы жақыбайларға жасаған жақсылық шапағатының орайы осылай қайтқан еді. Енді міне, олар қарттың ортаншы ұлы Санаттың жеңістен кейін араға 3 жыл салып, армия қатарынан оралғанын құттықтап келіп жатыр. Соғыс жылдары қара қағазбен әр үйге қайғы кіріп, қазаны төңкерілсе, соғыс бітісімен-ақ әскер қатарынан оралғандармен бірге тай қазандар асылып, сөнген шоқ қайта маздап, әні жиі естіліп, шашылған тарыдай бытыраған кемпір-шалдардың басы қосыла бастаған. Кей үйден ішерге шай шықпай, қуырылған бидайдың бір-бір дәнін тілдеріне салса да, соның өзін талғажау етіп, көңілге қанағат қылатын болды. Мал сойылмады, қызыл күрең шай дастарқанға келмеді демеді жұрт. Сол үйдің жігіті келіп, шырағы қайта жанғаны әркімге қуаныш еді. Рас, соңғы кезде күн сайынғы думан сирексей бастаған. Келетіндер негізінен келіп, адамдары оралмаған үйдегілер қайғы запыраны кеуделерінде қатса да, іштей тынып, қу тіршіліктің сөнген үміт сәулесі бір жылт етіп қалатын. Біздің де өстіп баламыз оралар күн болар ма? Бүгін Шақа қартты құттықтап келгендердің ішінде сондайлар да аз емес. Олар да Санаттың маңдайынан иіскеп, болмаса бетінен сүйіп көздеріне жас алды. Әйтеуір құр далбасамен өз балаларын көрдің бе деп сұрайды. Мұның өзі де сары уайым ыстаған көңілге медеу секілді. Соғыс біткен жылдарда армиядан біреу келе қалса, мұндай қам көңіл әйелдер көрісіп, боздағын айтып аңыраушы еді. Ол әдет енді бірте-бірте қала бастаса керек. Санатты құшақтаған кейбір аналар тек іштей булығып қана сыңсиды. Оның өзіне, «Жә, мұнысы не сүтіге, қайдағыны бастап?» десіп қариялар жекіріп тастайды. Үйдің ауласына 2 қазан шығарылған. Қарттың жалғыз қара тушасы қуаныштың құрмалдығына шалынып, бір қазанда еті пылқылдап пісіп жатыр.
көрші-көршілерден жиналған самауырлар сап түзеген солдаттардай қаз-қатар тұра қалған. Екінші қазанда сары бадана жүгері қуырылуда. Соғыс бітіп, боздағының тірі келуіне қуанатын жұрт соңғы кезде не әкеліпті дейтін сөз шыға бастағанын Санатқа інісі хатпен жазған болатын. Сонда Санат адам неткен қанағатсыз деп бір жағынан күліп, бір жағынан іштей қиналғанды. Дегенмен Новосібірге келіп, пойыз ауыстырғанда қаланың дүкендерінен үнді шайын көріп біраз алған еді. Сонысы абырой болып, кейбір қылжақбас жеңгелері шамадан ақтарғанда бір-біреуін қалталарына салып та үлгерісті. Осы жұрт не боп барады деп қарттар жағы жақтырмағансыды. Оған кейбір әйелдер көппен көрген ұлы той несі бар, сонау хабардан келіпті, әпісер бопты, қайнымыздың әкелген базарлығын көрмей деп сып-сып етіп қайыра жауап беріп те үлгірді. Тфу, дауа жоқ екен сендерге. Қарттардың кейбірі тыжырынып сырт берді. Бірнеше жігітпен оңашарақ тұрған Санат мұны көріп іштей мырс етті. Тілдері жебедей жеңгелерді сөзбен жеңу қиын-ақ. Біздің Нәзира жеңгей шөпшендіге дес бермес десіп, Санаттың қасында тұрған бала жігіттер де күлді. Кейбіреуін шырамытқанмен бала жігіттердің көбін Санат танымады. Шамасы ол әскерге кеткенде танауларының алдына қаспағы қатып, тілерсектеріне дейін тілініп, ойын қуып жүрген балалар болуға керек. Тіпті өзі кетерде үлкен жеңгесі Жаңылға сүттің қаймағын бермедің деп өкпелеп жылап отыратын інісі Тынышбек те соқталдай болып өсіпті. Келгеннен бері бір байқап қалғаны, осы бала жігіттер сонау кездері өздері секілді ұяңдау емес, тым ашық, өздерін ересек адамдармен тең ұстап сөйлеседі. Көкейіндегі сөзін бөгеуі жоқ. Бір кезде ересек адамдардың, әсіресе қарттардың алдында қымсынып жүретін кейбір жеңгелерге де батылдық біткен тәрізді. Көңілдегісін олар да ірікпейді. Әзіл қалжыңдарында әбестік сөздер де араласып кетіп жатыр. Нәзиралар айылын жимайды да. Қарттар жағы мұны естісе де, естімегендей сыңай білдіреді. Бұрынғыдай шарт кетіп, шытынауы жоқ. Олардың еркінсуіне көніккен тәрізді. Үйдің көлеңкесіне текемет үстінде малдас құрып алып, өздерінше күбір-күбір әңгімеде. Әзірге шақа қарты құттықтаушылар кемпір шал мен қатын-қалаштар, ал Санаттың өз тұстары тек кіші бесінге қарай жинала бастады. Ең әуелі екі өкпесін қолына алып, аптығып, жапақ жетті. Үстіндегі қара костюм, ақ жейде, мойында томардай галстук, омырауы толған орден мен медаль ғарқыратып тағып алыпты. Баяғы арсы-гүрсі мінезі әлі де қалмаған. Бауырым, келіп қалдың ба? Деп арсалаңдап келіп, Санатты құшақтады. Қызыңды ұрайын, келгенің дұрыс болған. Өзің былай толғанмен, бойың өспеген бе қалай, Дүкеннен мата алатын адамдай Санатты айналдыра қарап, әлі сол баяғы қалпың. Әншейін айтамын, сен қызарақтама, қызыңды ұрайын, келгенің жақсы болған деп дәудірлей сөйлеп тұрады да, кенет ошақ басында жүрген Шақаны көріп, «Оу, Шақа, ұлың келіп көзайын болдың ба?» деп дауыстай сөйлеп солай беттеді. Біздің Жапа аға қашанда осындай ғой десіп, Санаттың қасында тұрған жастар күлсіп алды. Масан да келді. Оның ауылда екенін інісінің хатынан біледі. Жапақ аға екеуі редакцияда істейді деп жазған соңғы хатында. Масан Санаттың қолын солғын ғана алып, «Келдің бе?» деді. «Келдім ғой». Жақсы. Оның бұрында көп сөйлей бермейтін әдеті. Қолын осылай сұлқ ұстағанның өзі-ақ ниетін білдіргендігі. Сөйте тұра істейтіні осы. Ауру қалса да әдет қалмайды, рас екен-ау. Кейде осы әдетіме өзім қысылам. Талай рет қатты сөз естідім. Бірақ қолымды ұсынсам, қолқа жүрегім бірге суырылып кеткендей боп тұрады дейтін. Өзінің қисынсыз жерде шыға келетін дарақы күлкісі бар.
соған салып қарқылдап, қол бермеу гигиена ғой дедім. Масан санаттармен бірер жыл көрші тұрды. Санат 10 жылдықты бітіріп, редакцияда жұмыс істеп жүргенде, ол әлі оқитын. Армия қатарына санаттан кейіндеу алынды. Әуелге кезде қат жазып тұратын еді, кейіннен үзілді. Өзінің мінезі тұйықтау, көбіне қара көжеге өкпелеген баладай бұртиып үндемей жүреді. Жаяу сөзге де шорқақ, бірақ сол кездің өзінде қаламының аздап желі бар болатын, өлеңде жазатын. Оның кейбірін санаттың көмегімен аудандық газетке шығарған. Олардың көңілдес болуларына бір себеп осы да еді. Ошақ басынан шығып, енді қариялар жақты жағалап, сәлем беріп жүрген Жапақты көрген Масан, ағаңда жетіпті ғой, деді қалың қабағын сәл шытынып. Бұл әлгінде Қазанбаевты жерлеуге бара жатыр еді. Мұнда да келіп үлгіріпті ғой. Масанның мына сөзінің мәніне іштей түсіне алмай, сәл оған қадала қарағанмен үндеген жоқ. Оның орнына жас жігіттердің бірі, біздің Жапа ағай бәріне де үлгереді, несібесінен құр қалмайды, деді, даусын көтере сөйлеп. Оның сөзіне басқалары да кеу-кеулесті. Бұл көңіліне жақпады білем. Масан әлгі балаға бажырая бір қарады да, айтпақшы, қартқа сәлем беру керек екен ғой, деп жылыстай берді. Санат үндеген жоқ, тек ол ұзай бергенде бала жігіттерден, ажары сынық қой өзінің, деді. Ой, ағай-ай, Масан ағай ақаңды шеттіберді деп қылқытады, ауырмай қайтсын. Масанның түр-тұрпатына Санаттың көзі енді түскендей, аяғында өкшесі қисайып, ішіне кіріп кеткен керзе етік, біреуінің артқы қонышының шұлығы шығып тұр, бұтында жол-жол жұқа шалбар, оған да жамау түсіпті. Үстіндегі көнетоз кителді қасында тұрғанда көрген, жағасының сауыс боп қатқан сірісіне мән берген жоқты. Жұрттың киімдерінің жадаулығына мін тағатын шақпа бұл кез. Сонау Хабаровск қаласынан бері жол жөнекей көріп келді емес пе, жүдеген жүз тарыққан ел мекенді. Кеше ақшам жамыраған кезде пойыздан Топарға келіп түсті. Тақыр даланы туырлықтай сілкілеп, шаңын қағып ыстық жел соғып тұр. Шығыстың қоңыр салқынына үйренген денені шоқтай қариды. Дала кең болғанымен ауа жетпегендей тынысың тарылады. 7 тәулік ұзақ жол жүріп, талай жыл сағынып аңсап келген ауылыңа жете алмай, дәл іргесіне келіп қонудан артық азап бар ма? Осы арадан сұлу төр небәрі 40 шақырым. Күндіз мұнартып, ашық түндерде қарауытып, биік шоқылары төніп ақ тұрады. Бірақ соған жетуге жуық маңда көлік табыла қоймайды. Санат сол күні осы станциядағы алыс жекжатының тапал-тамына түнеп шықты. Бекер, обалы не, үй иелері жалпаңдап қарсы алды. Қысқа жіп күрмеуге келмейді дегендей, жоқшылық жомарттың қолын байлайды емес пе. Үй иесі бұл келгенде абыржып қатты қысылды. Санат олардың ақ ниеттеріне алғысын жаудырып, олар алдына жаңа ғана әкелген үлкен ағаш тегештегі талқан көжені маңдайлары терлеп тепши отырып ішті. Жасыратыны не, ауыл дәмін сағынғандықтан ба, сүт қосқан қара көже оған балдай татыды. Терлегенін айтпа, оған төсекті аулаға салып берді. Төсеніштерде әбден тозығы жеткен құрақ көрпе екен. Түн ортасына қарай жел басылғанмен қапырық ауа салқындай қоймайды. Кешкісін ыстық желдің өті қарыса, енді ыстықтан пысынап дөңбекшіп жата алмады. Оның үстіне өрекпеген жүрегі алып ұшып, ауылды сағынған көңілі дегбірін алды. Ол орнынан тұрып, киініп көшеге шықты. Сұлу төр қарауытып төніп тұр. Мақпал қара тұнық аспанның жымыңдасқан бар жұлдыздары дәл қазір соның төбесіне ғана шоғырланған тәрізді. Шілде айында бар өсімдік жидіп түсіп, бар даланың іреңі тайса да, сұлу төрдің көк шалғын жоталары түгі кетпеген кілемдей құбыла жайқалып,
түрленіп жатушы еді-ау, шіркін. 7 жыл ішінде өзгеріп кетті ме екен, қайтты екен. Топар станциясының қызыл кірпіш үйі бір кезде бұған еңселі көрінетін. Қасында әжептәуір бағы бар еді. Мана пойыздан түскенде байқады. Еңселі үй шөгіпті. Бақтың орны тап-тақыр. Әр жерде сойдиып түбірлері қалған. Келген үйінің де жиһазы жадау. Жалғыз ағаш кереуеттің тұсына алаша ұстап қойыпты. Едендегі сырмақты да снарядтың жарықшағы шұрық-шұрық тескендей. Сау жерінен жамауы көп, бірақ үй иелерінің реңдері жүдеу болғанмен, көз жанарларында ерекше бір ұшқын бар. Осы бір ұшқын көтеріңкі көңіл күйін танытқандай. Санаттың жолы болып, ертеңгісін Тілепке кездесті. Ол бұрын Мытыста шофер болатын. Армиядан оралысымен сол шоферлығына қайта тұрыпты. Мұны да інісінің қатынан білген. Соғыстың алдында Тілеп Санаттың нағашысы Шөпектің жалғыз қызына үйленген болатын. Яғни Санатқа туыстық жақындығы да бар. Мұны көрген жерде Тілеп жайылып түсті. Аман саулығын сұрап елпектеді. Оған кездескеніне Санатта масайрап қуанып қалды. Сен түскен үйіңде бола тұр. Мен шаруамды жайғап тез ораламын. Ол үй маған жақсы таныс. Айтқанындай-ақ бірер сағатта оралды. Санат бұл кезде есік алдындағы томардың үстінде отырған. Үй иесі ертеңгісін жұмысына кеткен. Әйелі Санатпен біраз әңгімелесіп, үй шаруасына кіріскен. Тілепті ол жақсы таниды екен. Көргеннен-ақ шүйіркелесті де қалды. Үй ішіне сәлем айтып жатыр. Әтіркүл қайда кеткен? Деді Тілеп аула алдына бұларды шығара шыққан үй иесі әйелге. Қопаға, ағасы малда ғой. Бұлай шыға бере Тілеп жалпақ алақанымен Санаттың иығынан қағып қалып, үлбіреген әдемі қызы бар деді. 3 саусағын қосып әкеп еріне тақап сүйіп, өте бір керім. Оқи ма? Деді Санат. Биыл 8-шіні бітірді. Жас екен ғой. Тілеп бұған жалт қарады. Сен баламысың өзің? Нағыз шырын кез емес пе? Деді көзінде күлкі ойнап. Есіңде болсын, мұндай қызды алған адамның маңдайында 5 елі ырыс бар. Әтіркүл, деді Санат машинаға отыра бергенде қыздың есімі тіліне оралып, ерні еріксіз жыбыр етті. Міне, қазір ол көрмеген сол қыздың келбетімен жиналған топтың арасында жүрген қыз-келіншектерді сынай салғастырғандай, бірақ бәрі де көңілінен шықпаған тәрізді. Көңілі қоңыл тақсиды. Бұл кезде Жапақ сол қыз-келіншектердің арасына келіп келіккен еді. Ол жұп-жұмыр денесін кербездене ырғатыла теңселіп, қасындағы әйелдерге әлденені айтып сықылықтап күліп тұрған Нәзираны құшақтай алды. Бай, мана шеше қайтеді? Деп Нәзира толық бөксесін шайқалта ойқастай берді. Шешектің қолы қатты екен, жіберші. Құшағын жазбаған Жапаққа қылымсый қарап, бұрыла бере майысқақ сүйір саусақтарымен дәл бүйіріне мытады. Өй, деп Жапақ құшағы жазылып кетті. Бір қолымен бүйірін басып апалақтады да қалды. Қыран топан, шоқ-шоқ, өзіңе де сол керек десіп әжуалап жатқандар да бар. Нәзира болса жазық маңдайы еңкейген күннің сәулесімен жарқырап, меруерттей түзу ақ тістерін көрсете сықылықтай күлді. Кішірек өткір көздері жұмылып, ақ сұр жүзі ерекше алаулап кеткен. Дәл бүгінгі қуаныш өз қуанышы секілді. Бір кезде келбетті еді. Әлі де бәдені бұзылмаған, деді Санат іштей. Дегенмен өзі мықты екен. Нәзира осы ауылға жүгіріп жүрген жас баласын ертіп, соғыс басталардан 2-3 жыл бұрын келген. Сонда 20-ның ортасындағы кезі. Қазіргідей денесі толық емес, нәзік болатын. Біраз күн бұлардың үйінде тұрған. Әкесінің ол жайлы, күйеуі үлкен қызметте болған адам, бұл да жазмыштың әсері де деген сөзі құлағында. Әкесі онан әрі тереңдеп еш нәрсе айтпаған. Санат та еш нәрсені қазбалап сұрамаған. Тағы бір білгені, ағасы Келдібек пен Нәзираның күйеуі бір кезде бірге оқыған екен.
Шағын ауданның орталығы болған осы шағын селода Нәзира киген киімі сыпайы жүріс-тұрысымен, келбетімен бірден көзге түсіп, ауызға тез ілінген еді. Енді ойлап тұрса, сол кезде Нәзираға сұқтана қарамаған адам, үміт етпеген жігіт кемде-кем болатын. Соның бірі осы Жапақ. Кешкісін үйдің төңірегінен күндіз қасынан шықпаушы еді. Бірде жеті түнде Жапақты қараңғылау тасада аңдып тұрып, жігіттер соққыға жығып кеткенін біледі. Мені соққан Тұрғанбай, бәлемді ме көрсетермін деп тісін қайрап бірнеше күн жүргені де есінде. Бірақ Жапақтың сырттай көкігенмен ондайға батылы бармайтынын сыр мінез жұрт біледі. Іштей күліп қана қойған. Тұрғанбай мен Санат кейіннен танысты. Иықты келген сымбатты жігіт болатын. Қара торының әрлісі. Өзі Тамшылы деген жерде тұратын. Қызылтудан 7-8 шақырым жер, сайдың іші. Ол Арайзода жұмыс істеп жүрді. Оның да Жапақ секілді қылшылдаған жігіт шағы. Тек айырмасы салмақты, мінезі ауыр. Кейін сол Тұрғанбай армияда бір кездесіп қалып, сөз арасында ұрғашыны біліп жүріп, Нәзирадай берік жанды көрген емеспін. Шіркін, алған жарың сондай болса дегенді. Ал бұлай қараған адамға Нәзира жеңіл мінезді сайқал әйел секілді. Әзіл қалжыңға келгенде нелер мығымдарды састырады. Кейде ойынын шынға жорисың. Тұрғанбайдың сол сөзі болмаса, Санат Нәзираны жеңіл жүрістілерге қосарда еді. Оған Нәзираның бір ұнағаны осы ауылға келген бойда кербезденіп бойсыламады. Бір дөкейдің жұбайы едім, бетіме шаң тиіп, саусағыма шөңге кірер демеді. Кәдімгідей сауаты бола тұра, кеңселерден жеңіл желпі қызмет іздемеді. Белім бекем буынып, колхоз жұмысына белшесінен кіріп кеткен. Өзінің тағы бір әдеті сыздауықтай сазарып, сыздануы жоқ. Ақ жарқындылығы қара тасты балқытарлық, алақаны ашық әрі қонақжай. Түрлі тағамдарды әзірлеуге шебер-ақ. Дунган кеспесі мен самса дегендерді Санат өмірінде тұңғыш рет осы Нәзираның жасағанынан көріп дәмін татқан еді. Әлі күнге тілін үйіріп жұтынады. Сонымен бірге Нәзираның іскерлігі де барды. Санат әскерге кетер кезде неге екені белгісіз, үй ішінің Нәзирамен қатынастары суынғанды. Байқауымша, жаңыл жеңгесімен қабақтары жараспаған секілді. Ол кезге қарағанда қазір Нәзира толысқан. Әлгінде ол Санатқа басқалардай қол беріп қана амандаспай келген бойда құшағына қысып, екі бетіне алма кезек сүйген. Сонда Санаттың байқағаны көзінің етегіне түскен өрмекшінің торындай жіңішке әжім сызаты еді. Және де бір кезде қасынан өте бергенде оның жұмсақ ілебі секілденіп, бір кезде әтір иісі танауыңды қытықтаса, енді дала лебі жусан иісі аңқиды. Оның толысқан түр тұлғасында, жүріс-тұрысында, киген киімінде дала сөлі сіңген, дала табы аңғарылады. Бұрынғы қынама бел, қысыңқы шолақтау етек көйлектің орнына қазіргі кигені ұзын, кең етек көйлек, талай жігіттердің сезіміне шауып, көзін арбайтын дүзу аппақ балтыры көрінбейді. Костюм орнына жеңсіз ши барқыт камзол киген. Оны кеудесіндегі қос анары тырсылдата керіп, әлі де болса көзі түскен жігіттердің сілекейін шұбыртатындай. Аяғында туфли орнына ұлтаны жұқалау етік. Бірақ осы киімдердің өзі мұнтаздай таза, өзіне қонып жарасып тұр. Жүрісі де өзгергендей. Жұрт көзінен қысылып қымтырылмай, кербездене найқала басады. Өз көркін енді ғана бағалап, енді ғана көрмеге шығарғандай. Сонда да мұның бәрінде ерсі тұрпайылық жоқ, әдепті сыпайылық аңғарылады. Әзіл қалжыңының өзінде дөрекілік жоқ, биязылық бар, майда жұғымдылық басым. Жапақ Нәзиралардың қасынан да сырылып шыға берді. Енді ыржалаңдаған бойы Санаттарға келіп қосылды. Ой, қызыңды ұрайын, шымшығаны қатты екен өзінің деп, әлі де қызарақтап күледі. Жігіттер Нәзира тәтейден
көңіліңіз әлі қалмаған-ау сірә. Қызыл шоқ емес пе ол? Көбелек құсап қаңғалақтап өзіңіз барып түстіңіз. Осыны Әсемгүл әпкей көрсе ғой десіп жатты. Соңғы сөзді естігенде Жапақ табанына шоқ түскендей ыршып түсті. Тегей, жап аузыңды, онысы несі? Деді абыржыған жүзбен. Ду күлкі. Ой, Жапек-ай, ауыз бастырық беретін болдыңыз ғой енді. Бұған Жапақ жайдарланып қалды. Дымың ішіңде болсын дейді, көзін қысып. Ауыз бастырық қайда қашар дейсің? Қазір беріңіз Жапеке деп, жас жігіттердің бірі қолын созып алақанын жая берді. Әйтпесе әпкемізге айтуым қақ. Жапақ кірпіктері жыпықтап, қара көкшіл көздері алақтап, жан қалталарын сипалай бастады. Кәдімгідей сасқалақтаған жайы бар. Қап, осындайда қалтада тиында болмай қалады. Әпкеміз ақтарып алып қойған ғой Жапеке. Жоқ, әпкелерің тіптен жақсы. Қалта тінтті дегені несі түге? Кім білсін, қалада тұрғандарыңызда үйренген болар. Әй бала, сен үйтпе деді Жапақ. Енді мына сөз шамына тигендей шатынап, әрі жұбайына шаң жуытпай, жіңішке даусы шіңкілдей шығып, қойдық, Жәке, қойдық. Солай, онысы несі түге? Жапеке, сонымен әлгі ауыз бастырық деп, жаңағы бала жігіт әлі де болса тықақтап барады. Ақшама, сен бала бар ғой, ертеңге шыдасаң қайтеді? Бір қызыл құйрық менің мойнымда болсын. Жарай ма? Деп жалынышпен қарады жас жігітке. Болсын. Құзыңды ұрайын, осылай демейсің бе? Манадан бері деп Жапақ әлгі арада мәз-мейрам болды да қалды. Оның баяғыдан бергі осы бір бала мінезін қоймағанына, алаңғасарлығына Санат іштей күлді. Жайдары адамнан жастық таймайды деген сөзді естуі бар. Рас өтірігін кім білсін, әйтсе де жасы 30-ға тақап қалған сонау қан майданның лаулаған жалының дәл ортасында болып, Жапекеңнің жүзінен Санат болар-болмас әжім ізінде шашына ерте түскен ақ қылауды да, кекселікті де көре алмады. Баяғы жылтыр бет, сап-сары қалпы, тек үстіңгі ернін жиектете жирен мұрт қойыпты. Ауылда 5 жас белгілі құрдас дегенді кеңінен қолданады. Әзілің жараса атаңмен ойна дегені тағы бар. Санат өзінен 4-5 жас үлкен Жапақты үлкен ағасындай санайтын. Оның алдында әдеп сақтап, ілтипат ететін. Жапақ кейде жас балалармен құрдасындай әзілдессе де, Санатты өзінен кіші санап, онымен ересек адамдардай сөйлесетін. Қазір де Санаттың «Жапа аға, үйленіп педіңіз?» деген сөзіне байсалмен салмақты үн қатты. Жаман ағаң үйленгелі 3-4 жыл болып қалды. Бала, бір жасқа шыққан боқ мұрнымыз да бар. Құттықтаймын Жапа аға деді Санат, оның қолын қуана қысып. Рахмет бала. Онан әрі сөз жалғаспады. Сырттан келген бір топ адам бөліп кетті. Бұл күні Санатқа келіп, қол берушілер, шақа қартты құттықтаушылар да аз болған жоқ. Қызылту селосындағылар Жапа тармағай түгел келді десе де болады. Кешке қарай кемпір-шалдар шәйлерін ішіп қайтқанмен, жастар 3 үйге бөлініп сауықты қыздырған еді. Олардың араларында жастары 30-дан асса да, көңілі балаң Нәзира секілді жеңгей тәтейлер де бар болатын. Кешкі шай ішіліп болмастан-ақ қосылып ән бастаған да солар. Сол ән түн ортасына дейін толастамады. Соңы айтысқа ойысып, басқа үйдегі меймандар Нәзира отырған үйге дүркіресті. Нәзираның ән айтатынын Санат білмейтінді. Енді міне екі беті бал-бұл жанып, айтысқан серт, беріскен қол, сөз қанекей деп, өлең қайырмасын құйындата төгіп-төгіп жіберіп, қайқаң етіп шырқай жөнелді. Жапақтың жаяу ақындығы барды. Қыза-қыза енді ол да Нәзирамен айтыспақ болғанмен, әрі-беріден соң сен қатынды жеңіп болмас деп домбыраны ұстата берді. Осындай күлкі думанда отырса да, Санаттың көңілі құйындай ұйтқып, әлденеге елеңдеумен болды. Әсіресе ымырт жабылғаннан бері күндізгі үміт шоғы сөнгендей, ойы беймаза тартып, думанды кеште сүлесоқ отырды. Келесі күні де келмеді. Санаттың ауылға келген хабарын Айымгүлге көрші үйдің баласы жеткізді.
Мана Қазанбаевтың қайтыс болған қабарын да таң бозарған шақта сола келген. Ол кезде сиыр сауып жатқан болатын. Қағынды қайдағыны айтпай кет Жәрмен деп қуып жіберген. Ертеңгісін қамыр илеп, нан ашытып қойған. Әлгінде қараса көтерілген екен. Есік алдындағы жер ошаққа тезек қалап, от жақпақ болғанда, қара тірсек бала тағы да жүгіріп келді. Айым әкпе, Санат келіпті. Жүрелеп отырған Айымгүл мына хабарды естігенде орнынан үш ұмтылып барып әрең тұрды. Оның қолындағы қайқы бас қара көсеуді көрген бала көзі бақырайып, шегіншектеп барып состиып тұрып қалды. Не дедің? Айымгүл қайталап сұрады. Даусы жұмсақ шықты. Шақа атаның баласы Санат келіпті деді. Бала қасына ымдап шақырған Айымгүлге әлі де жуықтамай, анадайда ойқастаған бойы. Бері келе ғой қалқам, деді Айымгүл күлімсіреп, бірақ үні дірілдей шықты. Мә, тәтті жейсің бе? Ол бешпентінің қалтасынан қағазға оралған 2-3 конфетті алып, әлі де болса өз құлағына нанар-нанбасын білмей, бір басып, екі басып, жақындап келе жатқан балаға ұсынды. Мана ұрсып қуып жіберген Айымгүлдің түс ауа бүйтіп мейірлене қалғанына бала аңтаң еді. Мә, ала ғой. Айымгүлдің алақанындағы конфетті шап беріп ала салысымен бала алды-артына қарамай зытты. Айымгүл сәл езу тартты. Баланың неліктен бүйтіп келгіштей бергенімен оның ісі болған жоқ. Көршісі қаймақ ауыз Нәсипа екі жолы да баласын әдейілеп жорта жібергенін де білмеді. Баласы бір конфетті ұртына салып қалған әкеп бергенде Нәсипа ерні бірсылып еткізіп, «Шұнақ қардың дәмесін қара», деді де көктеп отырған көйлегін сырып тастай салып сілкініп үйден шықты. Жүрегінің түкпірінде әбден сірленіп қатып қалған қайдағы бір сезімді түртіп оятқан секілді. Жүрегі өз-өзінен дік-дік соғып, кеудені түрткілеп, денесі діріл қағып, буын-буыны босап, көзі тұманданып, есі ауысқан адамдай болды да қалды. Айымгүл қара көсеудің сол қолынан сусып жерге түскенін де сезген жоқ. Қаланған тезек те жайына қалды. Кенет жүгіре басып көшеге шықты да кілт тоқтады. Жүрегінің түкпірінен әлде бір ой қылаң етті. Көшеге алып шыққан ыстық көңілін ой тұсады. Сол ой жан дүниесін ұйқы-тұйқы етіп жіберді. Ол дуылдаған екі бетін алақанымен баса жүгірген бойы үйге кірді де темір кереуетке етпеттей құлады. Ой, неткен сорлы болдым. Көкірегі қарс айырлардай өксік атады. Дене өрт, көз құрғақ. Санат алаңдап, сағына күткен сапар сол кеште Ташкент-Новосибирск пойызымен облыс орталығына кетіп бара жатыр еді. Санаттың келгенін жанарда естіді. 2 күннен бері есі бір кіріп, бірде танып аласұрған баласының қасынан шыға алмады. Қазірде жетілік білте шамды сығырайтып жағып, ерні кеберзіп, демін ауыр алып, денесі өртей ысып албырап жатқан баласына төне қарап отыр. Әлсін-әлсін суық суға малған шүберекті маңдайына басады. Кішкентай қалайы қасықпен аузына су тамызады. Мана күндіз жылап еңіреп жүріп, селоның ортасындағы дөңнің үстіне орналасқан үлкен кеңседегі аудандық денсаулық бөлімінің бастығына барып, өлдім-талдым дегенде үйге имек тұмсық, қайқы ерін дәрігер әйелді ілестіріп келген. Ол баланы олай-бұлай қарап, қызуын өлшеп біраз отырды да, пенсилейме ене салу керек, ал ондай дәрі қазір бізде жоқ, ол өте қымбат дәрі, табылуы қиын деп, таңдайын қағып, басын шайқап, шүлдірледі де кете барды. Сонда жазған 1-2 дәрісін әкеліп, кешкісін беріп көріп еді. Оны ішкен соң бала сары запыран құсып, онан әрі тынышсызданды. Бұрын өз басы балгер дегенді жақтырмайтын. Бірде Санат екеуі шөпектің бақсылығын көргенде жаны түршіккен. Енді амалы құрып, сасқан үйрек артымен жүзер дегендей сол шөпекті кешкісін көрші үйдің қызы арқылы шақыртып еді. Ол алдын ала біліп, күтініп отырғандай-ақ апақ-сапақта жетіп келді. Тамырын ұстап, бір пәс отырып, тұмсығының астымен бірдеңелерді күбірлеп дем салды да, бала шошынған,
ертеңгісін келіп тағы да бір рет дем салам, жазылып кетеді деді. Жанар 10 сомдық қызыл ақша ұсынып еді, азырқанғандай қипақтай берді. 10 сомдық 2 қағаз бергенде ғана көңілденіп, миығынан жымиып, айтпақшы, тұмар жазып берейін деп, қоржаңдап барып, бір парақ қағазға арабша бірдеңелерді сызғылады. Сосын үшбұрыштап бүктеді де, сыртына шүберей орап тігіп, баланың мойнына іліп қой деді. Бұл емге де бала тыншымады. Екі өкпесін қатты соғып, ыңырсып жатты да, аспан төрінде жыпырлап, алғашқы жұлдыздар көріне бастағанда талықсып кетті. Ойбай-ай, үзілгені ме? Осы суық ой құйқа тамырларын шымырлатып, боздап жылай берді. Осындайда сүйеу болатын жанашыр туысы да жоқ бұл маңда. Жалғызымды жайратқан сенсің, жүзі қара деп, енесінің ақ қарлы қыста жылы орнынан қуып шығып отырғаны мынау. Ара түсер деген атасының аузында билік, қолында дәрмен жоқ. Бір қолымен көрпе жастығын арқалап, бір қолымен қарғадай қанатын жетектеп, келіні үйден шыға бергенде, көкірегін қақ жара, ауыр күрсініп бар айтқаны: қайтейін қарағым, шұнақ Құдайдың көрсетейін дегені осы да, деп қала берген. Адуын енесі айылын жемай қарғап сілеп, шаптыққан күйі ол қалған. Сонан бері 6 ай өтті. Кіріп шыққан бірі жоқ. Ең болмаса немересін аңсамады. Тас бауыр қатыгез мұндай болмас. Олардан енді қайыр болмасын біліп, үмітін біржола үзгенді. Жанар әдепкі кезде құрбысы Айымгүлдің үйінде біраз тұрды. Бірақ Айымгүлдің жүріс-тұрысы көңіліне жақпаған ол, бір күні тіс жарып ештеңе айтпастан, біреудің аядай бөлмесіне пәтер ақысын беріп көшіп алған. Мұнан әрі пәтер іздеп 3 көшені адақтағысы келмеді. Нашар болса да осы үйде отырып қалды. Содан бері Айымгүл анда-санда көшеде кездесе қалса тырсиып үндемейді, сырт береді. Күйеуінен 5 жыл болды, хабар жоқ. Бірақ үмітсіз адам шайтан дегендей күдерін әлі үзген емес. Сонау Шұғыладағы ата-анасының қолына көшіп кетер еді. Бірақ сүйген жарының отын сөндіргісі келмеді. Өзі жоқ болса да пәленшенің үйі дегізіп, түтінін түтетіп отыр. Алданышы осы Қанат, бар арман тілегі, көзінің қарашығы, жалғыз ұлы Қанаттың уыз жүрегін жаралап жастайынан қу жетім ататқызбау. Кеудесінде сөнбеген үміт жоғымен оны да жылтқан жайы бар. Қыстай туған ата-анасы ат ізін бір салар еді, оларды да келтіртпей тұсаулап отырған өзі. Ара-тұра хат жазған сайын Қанатты ертіп әне барамын, міне барамын деумен созбалаңдатып келеді. Ойы әке-шешесіне арып ашып, азып тозбаса да, жұрт айтынар қалі жоқ. Демекші, осындай дәрменсіз күйін көрсетпеу, күйікке салмау, әлпештеп өсірген жалғыз қызының бұл мүсәпір халін көрсе, тірідей шоққа түсіп, отқа қақталуы қақ. Анасы көп құрсақ көтерген адам екен. Солардың бәрі тұрмай келіп, ең соңында осы Жанар ғана қалыпты. Сондықтан болар жасынан барын алдына тосып, бетке қақпай өсірді. Бірақ Жанар кейбір ерке балалардай беталды шолжаң болмады. Бәлкім бұл арада әкесінің ықпалы бар шығар. Әкесі ауылға Совет үкіметі орнаған шақта Тікендідегі қызыл есім, осы Санаттың әкесі Шақа бәрі атқа мініп, алғашқы белсенді болғандар. Әкесінің орысшаға әжептәуір сауаты барды. Жас күнінде Қырғыздың Пішпек деген қаласындағы саудагерлердің есігінде жалшылықта жүріпті. Сонда шешесімен танысыпты. Сенің мына шешең ол кезде Қырғыздың атақты Шабдан ханына жекжат кісінің қызы еді. Нелер қырғыз қазақтың мырзалары менсінбей, ақыры менің қыршаңқы қызыл атыма мінгесіп қашып келген деп, қою қара мұртын сипап күліп отыратын. Сонан кейін үлкен шатақ шығып, араға Шақалармен аталас Малдыбайдың Ноғайбайы түсіпті. Жұрттың айтуынша Ноғайбай мен Шабдан екеуі бір кезде орыс әскерлеріне қызмет еткен көрінеді. Сенің нағашыларың қырғыздар дейтін әкесі. Бірақ Жанардың өз басы ес білгелі, сұлу төр бөктерінен төбесі көрініп тұратын
қырғыз жерінде болған емес, нағашыларын көргенде емес, жас кезінде бір рет шешесі төркіндеп барып қайтқанда ілестіріп апарыпты. Ол қазір есінде жоқ. Әкесі Жанарды оқуға ерте берді. Ауылдағы 4 жылдықты бітірісімен бір күні арбамен Қызылтудағы Шақанікіне әкелді. Шақаны Жанар бұрыннан білетін, оқта-текте келіп тұратын, санатта алғаш көруі сонда. Жанар 3 жылдай Шақалардың үйінде тұрып оқыды. 7 класты бітіргеннен кейін мектептің жанындағы интернатқа көшкен. Бүйтуі Шақа үйінің жайсыздығынан емес, бекер обаліне. Шақа да оның кейінгі әйелі Санаттың шешесі бұл келерден 1 жыл бұрын дүние салыпты. Күлиза да қабағына қарап мейірлерін төкті. Санат екеуі болса құланның егіз құлындай болып кетті. Жасынан әрнені байымдағыш, кісі көңілін танығыш, зерделі болып өскен Жанар бұл үйдің ілтипатына дән риза. Бұл үйдегілер қалтқысыз ақ көңіл жандар. Әсіресе Санат туған бауырында еді. Болымсыз нәрсенің өзіне балапанын қорғаған қарлығаштай шырылдап араға түсе кететін. Тек осы үйдегі баланың кішісі тентек Тынышбек қана тынышсыз болатын. Бұлар жоқта дәптер кітаптарын шимайлап шашып тастайтын. Үй ішінің басы қосылып, кейде отыра қалғанда қутыңдап Санат пен Жанарды қажалауын қайтерсің. Сонда бастаңғыларыңды айтамын деп ұялтатын. Бастаңғы демекші, соның өзі де бір қызық еді-ау. Шақа қарт пен Күлзия көктем шығысымен-ақ колхоздың Қарасу деген жердегі бақшаның басына кететін. Сонда күрке тігіп алып пияз, сарымсақ, қауын қарбыз егетін. Жазда Тынышбекті қолдарына алғанмен көктемде көбіне үйде қалдыратын. Үлкен ағасы мен жеңгесі оны бауырына салып, әбден еркелететін. Шақа барда моп-момақан Тынышбек, олар жоқта бұл үйде өзі қожа, өзі би. Ойына не келсе соны істейді. Үйде ешкім жоқта Санаттан аздап қаймыққанмен, үлкен ағасы мен жеңгесі жұмыстан келгенде тіпті есіріп кететін. Қой деп басудың орнына ағасы оның тілін, қылығын тамашалап мәз болатын. Кейде біздің Тыныш өлең айтады десе болды, екі қолын артына ұстап шәртейіп тұра қалады да: тоты дайын таранған, сұңқар дайын сыланған деп әнге басатын. Үйге қонақ келсе болды, айналдыратыны Тынышбек. Өлең тақпақ айтқызады, әлденелерді қажаулап сұрайды. Тынышбек болса ұялмайды да, тартынбайды да, қасқайып тұрып көрген білгенін соза береді. Ондайда беті бүлк етпейді, кірпігінде қақпайды. Сөйтіп үлкен ағасының да бетіне от шығатын. Бұл шақта Жанар да сол Тынышбекке: «Тағы да не көрдің, не білдің?» деп қадала сұраса, Санат қоймаға түсіп жұмитқа ұйлады. Жанай тәтем оны пісейді деп қасқайып тұратыны бар. Айтпа деп көп жұмитқа бейді. Бұған неге күлмеске? Әсіресе балалы үйдің ұрлығы жатпайды деп үлкен ағалары келдібек жатып келіп мәз болатын. Шынында кейде үйде ешкім жоқта бастаңғы жасайтыны расты. Оны Санатқа бір кезде нағашысының қызы Айбала үйреткен болатын. Бір жолы оңаша қалғанда ол: «Бастаңғы жасайықшы» деген. «Ол не? Қазір көресің». Айбала ілезде бір жақтан етегіне салып жұмыртқа әкелді. Сосын тағы жүгіріп кетіп, бір кесені шілпілдете қаймақ әкелді. Әлгі арада қазанды жуып, астына сабан салды да от тұтатты. Қаймаққа жұмыртқаны қуырып, екеуі жасаған бастаңғыларын тамашалап, күліп отырып жеп алған. Тамаққа лықа тойып жүрсең де, бастаңғының жөні бір бөлек екен. Кейде қаймаққа шылап жеген талқанның дәмі аузыңнан кетпейді-ау шіркін. Санат пен Жанардың осындай бір бастаңғысын Тынышбек көріп қойып, сонан кейін қыр соңдарынан қалса ше. Ойлай тұрса, соның бәрі бір қызық дәурен. Сол Тынышбек қазір көшеде көрсе сызылып сәлемдесіп тұрады. Бойы да өсіп, кәдімгідей сырбаз жігіт болған. Шақалардың үйінен кетуіне Тынышбектің тынышсыздығы себеп болған жоқ әрине. Оның сөзі де, қылығы да өзіндік қызығы мол тамаша ғой. Негізгі себеп болған нәрсе бірге жүрген құрбылары еді. Интернатқа көш,
бірге жүріп, бірге тұрамыз десіп, қиылды емес пе, көңілдерін қимады. Және де қиюы қашқан есік сықырлап барып ашылды. Бұрыш-бұрышын күйедей қара қараңғылық кептеген бөлмеге тарамыстай қатқан қара кемпір келіп кірді. Осы баспанаға жиі келіп тұратын. Жанар жұмысқа кеткенде балаға қарап, жәрдем беріп жаны ашитын көршісі, мысық мұрт бригадир, жұмысқа шық деп тықыр салып, кешеден бері талай рет келгенде араша түсіп, оның өзін сөгіп-сөгіп қуып жіберген де осы кемпір. Қараңғалғырдың жұмысы бітеді деймісің, дікіңдейтін, баяғы заманың жоқ, шаңқылдамай кетермен деп, соңғы келгенде таяғалы жүгірген. Аңырып отырған Жанардың қасына келіп, төсекте қатты мазасызданып жатқан балаға үңілді де, сіңірлері адырайған қолын маңдайына қойып, «Ту, денесі күйіп жанып жатыр ғой» деді ақырын ғана. Сосын қойнына қолын салып, шүберекке оралған бір буманы шығарды да, қыста сойған қара қойдың кішкене құйрығы қалыпты. Анда-санда шыжғырып ішуші едім. Мә, шыжғырып майын баланың аузына тамыз, суық тиген бұл балаға. Әншейінде Жанар рақметін жаудырып, азарда безер болып, құйрық майды алмас еді. Шарасыздық жүйкелетіп, бұған да көндіріп отыр емес пе. Жанар кемпір ұсынған майды алды. Өзің таң атқалы нәрсіз бағансың-ау, көзің шүңірейіп кетіпті. Ағыл-тегіл жылай берме сорлы, аздап қайратыңды шақыр деп кемпір қайрау сөзді де айтып жатыр. Әлгі доктор немене деп кетті? Пенсилин деген дәрі керек деді. Ине салса жақсы болады дейді. Онда сонысын неге салмады? Ондай дәрі қымбат дейді. Табылуы қиын деді. Өздерінде бар ма екен? Оны қайдан білейін, апажан? Кемпір мұнан әрі сөзге келмеді. Тығыз шаруасы бар адамдай асығып кетіп қалды. Әкесінің желденіп қалдым деп май ішкенін жас күнде талай көргені бар. Шақаның үйінде жүргенде түшкіріп қалса болды. Тынышбекке де май ішкісіп жататын. Көрші кемпірдің аз да болса май әкеліп бергеніне Жанардың іші жылып қуанып қалды. Дереу қазандыққа от жағып, майды шыжғыруға кірісті. Осы кезде қара кемпір қайта оралды. «Ту, үйдің іші қоңырсып кетіпті ғой, баланы сәл қымтай тұр. Есікті ашып аздап желдетіп алайық» деп сөйлей кірді. Далбасалап, мен әлгі Қожантайдың баласына бардым. Осы ауданның қожаңдаған шоңының бірі ғой. Оныңыз ұят болған екен, апажан. Сен, Жанар, ұят-мұятты қайтесің. Онанда мына кішкентайыңның жаны қалсын десейші. Жанар айтқаныңыз келсін дегендей басын изеді. Қанатым өзімнің немеремдей боп кетті. Әлі күнге қозы исі кетпеген қарағымның. Мейірленіп искесем, буын-буыным шымырлап, қос емшегім иіп кетеді кейде. Кемпір енді мейірімін қанатқа төге елжіреді. Егер Жанар сөзін бөліп, «Апа, Қожантайыпқа неғып барып жүрсіз? Екі кеште» демегенде, қай жерге барып тоқтарын кім білсін? «Алда, алжыған басым, оны айтпаппын ғой» деп әдепкі сөзіне көшті. Ол қараң қалғыр, өкімет болса өзіне, алжыған менде қақпаста несі бар? Баяғы Мекалай заманы емес, онда да ығып көргем жоқ. Бір болыс елді аузыма қарататынмын. Арғы атам Сыпатай батыр. Мен Қожантайыптан қорқар дейсің бе? Әлгінде үйіне жетіп барып едім, жаңа ғана тамақ алғалы отыр екен. Тамағынан ауыз тигем жоқ. Ішімдегіні бірақ айтып салдым. Шиеттей жас бала дәрі табылмай өлгелі жатыр. Сен неме, қарныңды сипалап мәз-мейрам боп отырсың дедім. Әдіре қалғыр, дәрсін тауып, доктерлеріне жөндеп емдет дедім. Осыдан жаман айтпай жақсы жоқ. Бала бірдеңе болса, қолыңда өлмесем, Сыпатайдың ұрпағы болмайын дедім. Мына сөзге елеңдеген Жанар, «Апырай, ұят болған екен» дей берді. Кемпір көсеудей ұзын қолын бір сілтеп, «Ұят-мұят не керек?» деді. Бекер, обалы не, әлгі байғұс жалпақтап, апатайлап бәрін де жасамақ болды. «Ой, айналайын, апажан-ай, өлсем де ұмытпаспын бұл жақсылығыңды». Жанардың көзінен жас ыршып кетті. «Жә, онысы несі?» деді кемпір, Жанардың шашынан сипап. «Мына қарғам үшін мен мыстан, оттан, судан тайынбаймын. Әкел майыңды, балаға ішкізіп, денесін сылап берейін.
қазіргінің жастарында еп бар демісің тәйірі. Қара кемпір Жаннардың қасында ұзақ отырды. Аузына май тамызып, үсті басын сылаған соң, бала аздап тершіп, тынышталайын деді. Кемпір екі арада үйіне барып шай қайнатып әкелді. Қартайып, кемпір атанғанда барлық әйел осындай бола ма кім білсін. Қашан көрсең, бұл кісінің аузында дамыл жоқ. Иегі кемсеңдеп, бірдеңе шайнап отырса, аузы сөзден құрғамайды. Шалқып сөйлеп, есіп отырғаны, сондағы әңгемесінің төркіні өз бастан кешіргендері. Қарап отырсаң, осы ауылға келін боп түскелі басынан өткізбегені жоқ. Өзінің мінезі тіктеу, кеудесінде өрлік те бар. Кейбір әйелдер секілді әлдекімдермен салғыласып жатпайды. Небір бетпақ, долы дегендердің өзі қара кемпірмен бетпе-бет келгенде жүні жығылған қаншықтай тайқи береді. Ол сөзі жалықтырар көк мылжыңдай емес, сөзі бар болғанмен сөзінде сыр астар жатады. Өсек аяңға жоқ. Кейде дүкенші Нәсипа келе қалса тыжырынып жақтырмай қалады. Сүмелеңдеп, осы немеге не жоқ? Жанар екеуі қалайсы ұшып, бүйірі майысқан шәугімдегі шайды ішіп болғанша кемпірдің сөзі тыйылған жоқ. Баяғы өткен-кеткендерін айтумен болды. Тек сөзінің бір кідірісінде ғана Шақаның ортаншысы келіпті деді. Бардыңыз ба? Құрдасым ғой, баласының есен сау келгенімен құттықтап қайттым. Өзгеріп пе? Кім? Шақаны айтасың ба? Жо, баласын айтам. О немені көрмегелі талай жыл. Баяғыда мұрнынан боғы ағып жүгіріп жүрген бала еді. Сол арық қара қалпы ғой деймін. Мен барғанда шілтейіп тұрды. Иығына омырауларына жалтыратып бірдеңелерді тағып алыпты. Санат жайлы сөз мұнан әрі өрбімеді. Бір сөзді айтып отырып, екінші сөзге көшіп кететін әдетіне салып, қара кемпір енді әңгіме арнасын баяғы жастық шағының әуеніне бұрды. Сөйткенше болмады. Кенет отырған орнына су шыққандай ұшып тұрып, әлгі қараң қалғыр бұзауды байламақпын ғой, деп қалбалақтап есікке беттеді. Санат келді деген хабар бүгін құлағына екінші рет тиді. Екі ретінде де Жанардың көңілі қатты қобалжып, жүрегі шымырлап, демінен жалын атып, ауыр күрсінді. Міне, тағы да сол өткен күндер елесі хроникалық фильмдей көз алдынан сырғып өте берді. Жанардың өз басы қалада болған емес. Қала қыздарының жұрт көзіне түсіп, ауызға қай кезде ілігетінін де білмейді. Жұрттың айтуынша, қалада жігіт пен қыз бір-бірімен танысса болды, ешкімнен именбей, қысылып қымтырылмай, емін-еркін қолтықтасып жүре беретін көрінеді. Бір-бірінің үйіне баруға да ұялмайды деседі. Ауыл қыздарында бұл еркіндік жоқ. Тіпті күйеуге тиіп, келіншек атансаң да, жұрттың көзінен де, сөзінен де қорынуың қалмайды. Оңашада қасыңнан біреуді көре қалса болды, өсек от деген құрақтай лап ете түседі. Жалыны сөнгенмен бықсаған шаласы көпке дейін басылмайды. Сан-саққа жүгіртіп, сөзге таңып, сау басыңа сақина салады. Нәсипа секілді кейбір жел ауыздар ұялмай қызармай, арада талай жыл өтсе де, бетіңе салық ететінін қайтерсің. Жанар 8-ші класқа барар жазда Сәметпен танысты. Соңғы сынақты тапсырып, Санат екеуі кешкісін кино көруге клубқа барған. Ол кездегі клуб колхоздың бұрынғы атқорасы болатын. Коробейник деген кісі соның ішін өзі жөндеп, өзі сылап-сырлап жөнге келтірген. Маусым айының нағыз қоңыр салқын кешеді. Бұл кезде сұлу төрдің бөктері белуардан жасыл шалған, түгі түспеген кілемдей нарттай жайнап тұр. Әр адамның сезімін қытықтап елдіртетін шақ. Клуб маңы кешкісін жайрыңдаған жастардың желікті күлкісіне, назды қалжыңымен жанданып, оған жазда жасарған табиғат көркі қосылып, тіпті ажарланып кетеді. Кешкі самал майысып келіп, бетіңді желпіп, клуб жанындағы ағаштардың жапырақтарын сыбырластырып сипап өтеді. Осы көңілге қозғау салған кешкі думан қандай небір меңіреу ойды да оятып сергеткендей.
киноға бірігіп кіргенмен шыққанда шытынап сынған сеңдей әркім өзінше жарыла бөлініп кететін. Қайтарында Жанар Санатты таба алмай қалды да Сәмет шығарып салды. Ол, кешіріңіз, сізді шығарып салайын дегенде ұялып төмен қараған Жанардың жүзіне ыстық қан ойнап шыққан еді. Қағынып келіп тиісетін кейбір бозбалаларды Жанар тіксінген қабақпен, болмаса қатқыл сөзімен маңына жуытпайтын. Кейде Санат осылай бөлініп кеткенде үйге бақша жолмен жалғыз өзі тіке тартатын. Иттен қорқса, киноға келген жас балаларды топырлатып ілестіріп алатын. Бұл күнге шейін жас жігітпен қалып тілдеспеген Жанар өз-өзінен қысылып, үй қасына жеткенше төмен қараған бойы үндеген жоқты. Тек қоштасып тұрып қолын берген Сәмет қыздың жұп-жұмсақ алақанын уысында ұзағырақ ұстап, манадан бері ұялыс тауып, бұғып тұрған көңілін білдіріп еді. Осы сәтте Жанардың балғын жүрегі жарылып кетердей дүрсілдей соғып, қатты толқыған. Қиыла түскен айдың жарығынан қиыла қараған жігіт жүзін танып, оның адал, ақ сезімін түсінген. Сонымен ертесіне әкесі жіберген көлікпен ауылына кеткен Жанар қайтып оқуға оралғанда қыздардың жатақханасына келіп түскен. Оның неліктен бүйткенін Шақаның үйінде жалғыз Санат қана білген еді. Сәмет пен Жанар араларындағы қазіргі жастарға жарасымды пәк, таза достықтарын жұрт көзінен жасырған жоқ. Сәмет ол кезде Мытыстың қасындағы тракторшылар курсында оқып жүрген. Ал Жанар болса мектепте оқиды. Сәмет жұмыстан соң қолы босаса қыздардың жатақханасына келетін. Кейде сабаққа әзірленіп отырған Жанарға тұңғиық қара көзімен телміре қарайтын. Бұған Жанар қызарақтаса, қойдым, енді қарамаймын саған деп, екі қолын көтеріп, мәз болып күлетін. Күлкісінің өзінде көңілді шайдай ашатын сүйкімділік барды. Кейде Жанар оның келуін күтіп есік алдында шығып тұратын. Мұны көрісімен арсалаңдап, кешігіп қалдым ба, кешір Жанычка деп жүгіріп келетін қасына. Екеуі қолтықтасып көшеге шыққанда тату-тәтті бірге өскен телқозы секілдеді. Бұлар көбіне ауыл сыртындағы қалың адырға шығып сейіл құратын. Күзде өзекшелерден бүлдірген теретін, көктемде құшақтарын толтырып қызғалдақ алып қайтатын. Оны Сәмет шоқтай жайнатып, жатақханадағы қыздардың төсегінің тұсына құмыраға салып қойушы еді. Көбіне сейілге шыққанда бұларға Санат қосылатын. Сәмет пен Санат араларынан қыл өтпейтін дос еді. Кейіннен білді, Сәметке Жанарды таныстырған осы Санат екен. Сәмет пен Жанардың достығы ауыл арасында ғана емес, мектепте де шу көтеріп, үлкен сөз болғанда белсене кірісіп, араға осы Санат түсті. Ол кезде Санат мектеп комсомол ұйымының секретары әрі аудандық комсомол комитетінің мүшесі болатын. Мұндайда ол өткір еді, үнемі езу тартпай суық сазарып жүретін. Ызғар демінің өзімен оқушыларды ғана емес, мұғалімдерді де ықтыратын. Мектеп директоры Именовке комсомол жиылысында тайсалмай қарсы шығып, екі жастың кіршіксіз достығын қорғағанды. Ол кезде қыз бен баланың алаңсыз, ақ көңілмен бір-біріне жазған хатын тауып алса, соның өзін дүрмектеп, қабырға газетіне жазып, мектептен шығаруға дейін үлкен мәселе ететін. Тіпті әрі-беріден соң балалар бірін-бірі аңдуға көшіп, бірінен бірі үркетін болған. Жанар мәселесін талқылаған 2 күнге созылған комсомол жиылысынан кейін бұл әдет саптыйлды. Сол жиналыста Санат бастаған комсомол жастар жеңіп шығып, Жанар мектепке қалғанды. Сол күннен бастап қағынды қыздар Санаттың кішкентай бойына қарап, таудан түскен кесектей, сөйлер тілі шешектей деп өлеңге де шығарып алған еді. Бұл олардың зілсіз әзілі, сүйгенін шынағым деуі еді. Мұны естіген Санат әлдекімдер құсап, ыза боп туламай күлгенде қойған. Сол кезде әркімге, әсіресе Именовке жарамсақтанып, бүлкектеп соңында жүретін, балалардың қызға жазған хатын көбірек аңдып, көбірек қолына түсіретін, жұртқа жария етіп
қабырға газетіне өлеңмен мысқылдап жазатын, сырт адамға тұйық, бейжуаз, болжыр болып көрінетін Масанды қыздар өлеңмен мықтап шаққан еді. Арқан несе бос екен, о жер тескендеп, Масан келе жатқанда қасақана айтатын болды. Бұған бұрқан талқан болып жұлқынғанмен, қырып жоймақ болғанмен, Масан бұл өлеңді кімнің шығарғанын біле алмады. Көпке топырақ шашалама, ақыры мұсы құрып қойғанды. Өлеңді құлағы шалса, үрлеген шанаштай тырсайып, іреңі қарап ұртып, алара қарап өте беретін. Жанарға тісі қайраулы еді. Мектепте санаттан, көшеде Сәметтен батпады. Сәмет пен Жанарды аңдып, тағы да өсек пықсытпақ еді, оны ешкім тыңдамады, бұрынғыдай қолдамады. Сол бір жиналыс ескілік шырмасын серпіп тастап, екі жастың пәк достығын жарқыратқан еді. Содан бастап миды қажап, құлақты сарсытқан сып-сып сөзде тыйылды. Бұлардың маңдайларын күн сүйіп жарқылдап жүргеніне сүйсінушілер көбейіп, күндеушілер азайған еді. Шіркін, нағыз достық деп сендерді айт, тіфәй тілім тимесін деп сықылықтап күлетін Санат. Ол бірде сейілдеп жүрген бұл екеуіне Айымгүлді ілестіріп келді. Неге екені белгісіз, оны көріп Сәмет тыжырынды да қалды. Бұл күні серуеннен көңілі әлденеге жадаулап, көңілсіз оралды. Сәметтің солғын көңілін тыжырынған қабағынан таныған Жанар. Мұның не? Дегенде, сол қызды Суханым сүймейді. Бірақ ол бұл ойын Санатқа айтқанда жоқ, сездірген де жоқ. Кейіннен екі көңіл түсініссе, арасына сүйел боп шыққан жаман. Қазақ атамыз, екі жаста қосқанның сауабы бар, екі жаста ажыратқанның обалы болар деп тектен-тек айтпаған. Санат санасыз емес, түйсігі бар жігіт дегенді. Арада тағы да бірер жыл өткенде соғыс өрті бұрқ ете түсті. Бұл кезде Сәмет МТС-тың білдей тракторшысы болып алған. Жанар 10-шы кластың соңғы емтиханын тапсырған еді. Ал Санат болса өткен жылы 10-шыны бітіріп, оқуға жүргелі отырғанда ауырып, 2-3 ай төсек тартып жатып қалған. Сонан соң райзода біраз жұмыс істеді де, кейіннен редакцияға қызметке ауысқан. Әлі есінде, мектеп бітірушілердің кешінен таң бозара оралып келіп жатқан беті сол еді. Қатты ұйықтап кетіпті. Біреу жұлқылап оятты. Көзін уқалай ашып еді. Қасында өңі түсі бұзылып, екі көзі білеудей болып қызарып кеткен құрбысы тұр. Жанар-ау, түс ауғанша неғып жатырсың? Масқара болдық, соғыс, деді ол үрейлі дауыспен, соңғы сөзі ышқына шығып. Не дейсің? Соғысы нес? Жанар шошына орнынан ұшып тұрып, соғысқан кім? Жан-жағына қараса, 2-3 қыз төсектерінде үрпейісіп отыр. Неге екені белгісіз, дәл осы кезде ойына Сәмет түсті. Сол бір пәлеге ұшыраған екен деп, азап ойы қаза болып, денесі мұздап сала берді. Германия бізге қарсы соғыс ашыпты. Дүниедегі ең қорқынышты дүлей өрт те емес, жойқын тасқында емес, табанының астын селкілдеткен жердің сілкінуі дейді ғой. Қазір жер гүрілдеп, қабырға жарылды дегенге сенсе де, Германия бізге қарсы соғыс ашты дегенге сену қиын еді. Германияның жұмысшы табы бізге қарсы соғыс ашуға жол бермейді. Осы сөз жасына мені әбден сіңгенді, оған сенетін. Және екі арада бітім шарты тағы бар. Мына хабар ашық күнде жайдың оты дәл төбесінен түскеннен де, табанының астын қақ жарып, жер сілкінгеннен де бетер тиді. Жанар түсі бұзылып, сылқ етіп отыра кетті.